Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Жалпы келін мен ене, ене мен келін тақырыбында біздер әңгіме қозғамақшымыз. Бұл идея қайдан кетті? Анамыз, мама біздерге соңғы кезде көп жұмыстанамыз, жұмыстан кейін шүйіркелесіп отыру әдеттен шығып бара жатырған сияқты. Себебі мынау қарбалас жұмысымыз ауыр, онымен қатар қосымша даму мақсатында баратын жерлеріміз бар. Атамыз үйдегі марқұм айтып отыратын еді: балдарым, қара су ішсек та біз бір дастархан басында отыру керекпіз. Әркім әрбір жерде отырып алып, тамақ ауқаттанып, тамақ ішіп, шай ішуді қойыңыздар. Не де болса мына берекелі дастархан, біздің дастарханның басында тұру керекпіз деп. Сол себептен мамамызға үлкен көңіл бөлу мақсатында, және де мамамызбен екеуміздің арамыздағы қарама қатынастарымызды жаңа сіздермен бөлісу мақсатында қоғамда болып отырған ене мен келін, келін мен ененің арасындағы шүйіркелестіктерді қалай жеңуге болады, басқа да қызықты тақырыптарды осы шай үстінде отырып қозғағымыз келеді. Жалпы мен атым Баян, 22 жыл осы әулетке келін болғаныма кенже келінмін. Бүгін негізінен каналымызды ашып кетуге жақсы мүмкіндік. Үйімізге ақкөке мен қайнағам, менің абысыным келді, туу Алматыдан. Сосын бізде мұғалімдер күні, жоғары оқу орнының ұстаздары. Соған байланысты біздің мама да ұстаз. Мамаға осындай ұстаз мәңгі шамшырақ деген торта келіп отыр. Мама, өзіңіз туралы? Рахмет, бақытты бол айналайын. Сен осы үйге келгенде оң аяғыңменен, шын ниетіңменен келін болып келдің. Менің сенен басқа 3 келін, сен менен 4-ші келін, сен кенжетай. 40 баланың ақылы бар. Екеуіңді кенже баласыңдар. Екеуіңді енді 80 ақыл бар. Соныменен, сол өзіңнің ақылыңменен, адамгершілігіңнің молдығыменен біздің ортаға сеппеттің. Біз екі, менің анам болды, жолдасым болды. Соныменен біздің ортамызға келдің. Жатырқаған жоқсың. Аллаға шүкір. Содан мінекей 22 жыл 3 баланың анасы болдың. 2 балам жоғары оқу орнын бітіріп, Астанада қызметте. Енді 10 жылдан кейін дүниеға келген, атасы марқұм өзі қойып кеткен Қуаныш деп. Сол Қуаныш қазір 4-ші класста оқиды. Жақсы оқиды. Мен де мамандығым педагог. Әже, сен қатаңсың дейді. Енді мен келінге де қатаң болдым ғой. Келінге де қатаң болдым. Менің қатаңдығымнан кеше балам ақсырыменен махаббатпен қосылдың. Бірақ Алла айтады екен, махаббат ол бір махаббат. 2 адамның тек жалғыз махаббат болса, адам қателеседі. Сондықтан да ол 2 адамның еңбегі. Екеуі бір-біріне сену керек, түсінісу керек, сыйласу керек, қолдау керек, қорғау керек бірін, сезім керек, жауапкершілік, құрмет керек. Міне адамның өзі қаламайды екен. Екеуінің арасындағы махаббатты жалғыз Алла қалайды екен. Міне сол Алланың қалауыменен 22 жылдан бері осы үйге адал келін, Жамал апасы берді. Шынан да сен қазір дана келінсің, жұмысыңда жоғарысың, ұжымыңда беделдісің. Аллаға шүкір, өзіңнің ортаңда да, өзіңнің бауырларың ортасында да, келген жеріңде де сыйлысың. Бәрі де сені ақбаяндап сыйлайды. Ол бір сенің жақсылығың. Мен Аллаға шүкіршілік өтіп отырған анамын. Әрине мен сендерді жұмыстан келгенде, мен үйде күн сақап отырғасын, әңгімелескім келеді. Шаршайым, жатып. Сендер жұмыстан шаршап келесіңдер. Тамақ ішкеннен кейін әрқайсың өздерінің телефондарың бар, жұмыстарың бар қосымша.
сонымен кетесіңдер. Сосын мен өзім бөлмеме кірем де домбырамды шертіп, өлеңімді айтып, кейде телевизор көрем, кейде кішкене жазуменен айналысатын әдетім бар. Кішкене есіме келсе, жүрегіме түсірсе Алла, жақсы сөздерімді блокнотқа тіркеймін. Менің де уақытым, қалған уақытымда қуанышымның сабағын қарайым. Аллаға шүкір, сол қуаттың бәрін берген жалғыз Аллаға шүкіршілік етемін. Ама құрметті көрермендер, келесі шығарылымда кездескенше әлі де жақсы тақырыптар қозғаймыз. Жалпы каналымыз ұнаса, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қойып, және каналымызға тіркеліп кетіңіздер.